Сәлем қыздар, бүгінгі сабағымызда носки тоқып үйренеміз. Мұнда бір оң бір терісі резинка тоқимыз, және де өкше шығарып үйренеміз. Өкшесін қалай шығару керегін, және мына басы былай домалақ болып шығу үшін қалай қысқарту керек екенін көрсетемін. Носки тоқуға мен мынандай жіп алдым, аты Ализа Шекерім деп аталады. Түсін номерін бәрін описанияға қалдырып кетемін. Мынандай 3,5 мм спицадан 4 пайдаланамын. Және де маркерден 2 өкшесін шығарғанда керек болады. Ине, қайшы. Ал бастаймыз. 3 спицеге бөліп 55 жіп теріп аламыз. Неге 3 спицемізге 55 жіп теріп алдық. Енді осы 3 спицеді біріктіріп круговой тоқимыз. Ол үшін мына соңғы жібімізді тоқыған түсіріп аламыз да, мына алдыңғы бірінші спицеге кіргізіп біріктіріп тоқимыз. Өйткені мына круговой тоқығанда бөлініп көрінбес үшін осылай тоқимыз. Видеодағыдай. Мінекей тоқып алдық. Енді спицемізді 54 жіп қалды. Мына жібімізді тартып қоямыз, шығып кетпес үшін. Ары қарай тоқымамызды бір оң бір теріс қылып, круговой етіп, өзімізге керекті ұзындыққа дейін тоқымамызды жалғастыра береміз. Мінекей мен өзіме қажетті 12 сантиметр тоқып алдым. Енді осыдан өкшесін шығарып бастаймыз. 54 жібімізді 3-ке бөліп аламыз. Сонда мына алдында 18 жіпті тоқымаймыз. Тек өкшесін ғана тоқимыз. Ол үшін мына 36 жіпті екі жағынан оң қылып 18 қатар тоқып шығамыз. Міне тоқып алдық. 2 спицадағы 36 жіпті мына алдын тоқымаймыз. Енді мына ішкі жағын тоқимыз өкшенің. Бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз да, мына жағында оң қылып тоқимыз. Солай 18 қатар тоқып шығамыз. Мінекей 18 қатар тоқып алдым. Екі жағынан да оң қылып тоқыдым. Енді осыны 3-ке бөлеміз. Мінекей маркерлерімізді өстіп 12 жіптен белгілеп алдым. Енді қазір өкшесін шығарамыз. Ол үшін бірінші жіпті тоқымай шешіп аламыз да, барлығын оң қылып тоқимыз. Ана екінші маркерге дейін тоқимыз.
Енді мына маркердің жан-жағындағы екі жіпті біріктіреміз. Сонда мына маркерімізді ала тұрамыз. Енді мына екеуін біріктіріп оң қылып тоқимыз. Оң қылып тоқып алдық. Маркерімізді іліп қоямыз. Шатасып кетпеу үшін. Сонда мына ортасындағы 12 жіп қысқармайды. Тек мына жан-жағындағы жіптер ғана қысқарып отырады. Теріс айландырып аламыз. Бірінші жібіміз тоқымай шешіп аламыз да, барлығын оң қылып тоқып, жәнегідей маркердің жан-жағындағы екі жіпті теріс қылып тоқимыз. Теріс жағынан теріс қылып қысқартамыз, оң жағынан оң қылып қысқартамыз. Екі жібімізді біріктіріп қысқартамыз. Теріс жағынан теріс қылып маркерімізді іліп қоямыз, шатасып кетпеу үшін. Енді оң жағына аударып аламыз да, тура солай 12 жібімізді тоқып, маркердің жан-жағындағы екі жіпті қысқартып отырамыз. Өкшесін солай жалғастыра береміз. Тек соңында ортасындағы 12 жіп қана қалу керек. Соған дейін жіптерді екі жағынан қысқартып отырамыз. Өкшесін шығарып алдық. 12 жібіміз қазір оң қылып тоқимыз да, жан жағынан жіптеріп, носкиміздің алдыңғы жақтарын тоқимыз. Ол үшін мына өкшесін оң қылып тоқып бастаймыз. Мына қырынан 12 жіп, жаңағы қысқартылған 12 жібімізді қырынан теріп аламыз. Видеода көрсеткендей тура осылай жасаймыз. Есептеп отырамыз 12 жіп болу үшін. Жібіміз теріп алдық. Енді мына алдыңғы жағын 18 жібімізді оң қылып тоқимыз. Алдыңғыдай мына екінші шетіне де 12 жіп теріп аламыз. Тоқу ыңғайлы болу үшін 54 жібімізді теңдей қылып 3 специяға бөліп аламыз да, круговой етіп, оң қылып, өзімізге қажетті ұзындыққа дейін тоқимыз. Носкиді аяғымыздың өлшеп отырып, ең кіші саусағының ұзындығына жеткенше тоқимыз. Сол жерге жеткеннен бастап қысқартып бастаймыз. Міне мысалға мен көрсетіп тұрмын. Аяғымызға былай киіп көргенде, мына кіші саусағымыздың ұшына жеткенде
міне ұшына жеткенде осы жерден бастап қысқартып бастаймыз. Мінекей мен өзіме қажетті ұзындықты тоқып алдым. Және де мына алдын бөліп аламыз теңдей, екіге бөліп аламыз тоқымамызды. 54 жібімізді бірінші жібімізді оң қылып тоқып аламыз. Мына екінші, үшінші жіпті былай бұрып, видеодағыдай тура осылай қысқартамыз. Қалғанын бәрін оң қылып тоқимыз да, тек соңғы 3 жіпте қысқартамыз. Енді мына 2 жіпті былай қысқартамыз, видеодағыдай. Мына арт жағынан кіргіземіз да, біріктіріп, былай бір жіппен қысқартамыз. Мына соңғысын оң қылып тоқимыз. Енді арт жағын тоқимыз. Арт жағында тура солай тоқимыз. Бірінші жібімізді тоқып аламыз да, екінші, үшінші жіпті қысқартамыз. Қалған бәрін соңғы 3 жіп қалғанша оң қылып тоқимыз. Мына 2 жібімізді қысқартып аламыз. Соңғы жібімізді жай тоқимыз. Солай, міне арт жағын тоқып болдық. Енді келесі қатарымызды жай тоқып шығамыз. Кезек-кезекпен қысқартып отырамыз. Бір қатар тоқимыз, бір қатар қысқартамыз. Солай 4 рет қысқартамыз. Носкиміздің алдыңғы жағында 17 жіп, артында 17 жіптен қалды. Енді қысқартуды әр қатарда жасаймыз. Солай толығымен 22 жіп қалғанша қысқартамыз. Спицемізді алдында да, артында да 11 жіптен қалды. Енді 3 реттен қысқартып жасаймыз. Мына екеуін қысқартып аламыз. Және ортасына центрдегі 2 жіпті қысқартамыз. Содан кейін алдында тоққандай соңғы жіптерді қысқартамыз. Сонымен әр спицеде 8 жіптен қалу керек. Әр спицемізді 8 жіптен қалды. Енді жібімізді кішкене ұзынырақ қып кесіп, енеге сабақтап аламыз да, осы әр жібіміздің ішінен өткізіп, осылай қысқартқанымыздан носкидің басы доп-домалақ болып шығады, үшкірленіп кетпейді. Енді мына артық жіптерімізді ұшынан кесіп тастамай, бәрін өйстіп тығып, содан кейін бірақ кесеміз. Носкиіміз дайын болды. Түсінбеген жерлеріңіз болса, немесе бір сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Және де лайк қойып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.